Сәлем достар, біз бүгін телефон арқылы презентация жасаудың жолдарымен танысатын боламыз. Оның бірнеше жолдары бар, мысалға презентация, Canva, тағы басқалары. Бүгін мен дәл Canva-мен жұмыс жасауды көрсететін боламын. Ол үшін App Store-дан немесе Play Market-тен Canva деген приложениені тартып аламыз, тегін тартып аламыз. Соған кіргеннен кейін Presentation деген бөлімге кіріп, өздеріңіз қалаған шаблонды таңдайсыздар. Мысалға, бұл жерде байқап тұрғандарыңыздай бесплатный деген жазуы бар, яғни бұл тегін. Және ешқандай жазуы жоқ шаблондар көрініп тұр, мысалға. Олар платный деген сөз. Бесплатный бір шаблонды таңдаймыз. Міне шаблонды таңдадық. Разрешение береміз бірнеше суреттер таңдауға. Бұл жерде суретті де жазуларды өзгертуге болады. Мысалға, править. Давай сходим Алматы. Барлығын өзгертейік. 11 мест Алматы. Где можно поесть шашлык. Кез келген теманы таңдай беруге болады, өздеріңізге керекті. Енді мына сурет бізге сәйкес келмейді, демек заменить етеміз. Загрузить етеміз. Бұл жерде дайын тұр. Міне, осы суретті қойып қоямыз. Мысалға, мына бет келесі бетке ауысамыз. Бұл бет бізге керек болмауы мүмкін, онда оны өшіріп тастауға болады. Дәл осылай тағы да өшіреміз. Енді жаңағы 11 бетті осылай орналастырып шығуымыз қажет. Ол үшін Google-дан қалаған жерлеріңізден өздеріңізге керекті материалды таңдап, копировать етіп ала беруге болады. Ставить. Кішкене өзгертеміз. Дайын. Енді суретіміз сәйкес келмей тұр, қайтадан заменит. Және бұл жерде жоқ болса, оны өзіміздің галереядан тартып аламыз. Галереяға алдын ала дайындап қоямыз. Міне. Грузинский ресторан Мимино. Грузинский ресторан Мимино. Дәл осылай барлығын жалғастырып кете береміз. Қалағанымызша. Және егер бізге дайын шаблондап бітіп қалған жағдайда өзіміз бетті таңдай береміз. Сохранить. Скачать. Біздің презентациямыз дайын болып жатыр. Телефонның ішінен таппай қалған жағдайда кез келген бір контактіге жібере салайық. Мысалға, анама жіберейін. Отправить. Қазір тексеріп көреміз. Міне, біздің презентациямыз дайын. Сонымен қатар бір жақсысы осы презентацияның соңында керек болатын мындай ресурстар бар. Яғни сөйлемнің бас жағына қойып қойсаңыздар болады. Бұл презентацияның дизайнына өте жақсы әсер етеді, әдемілікті көрсететін болады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.